Сәлем достар, бүгін сіздермен Сара. Бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын ең оңай әрі ең дәмді бананды коктейлдің рецептімен бөлісетін боламын. Соңынан дейін менімен бірге болып, арнама қосылып, комментария бөліміне өз ойларыңызды жазып кетіңіз. Ендеше бірге жасайық. Ендеше бізге осы заттар қажет болады: балмұздақ, сүт, қойытылған сүт, яғни сгущенка, және де 2 банан және блендер қажет болады. Ал ендеше бәріміз жасайық. Алдымен банандарымызды осылай ашып, сосын бірнеше бөліктерге бөліп, екеуін де осылай турап блендерімізге салатын боламыз. Достар, бұл коктейлді сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл қазір көктем уақытысында өте иммунитетті көтеретін, әрі балаларыңыздың аппетитін ашатын өте дәмді керемет коктейл болады. Жасап көріңіздер. Видеода көрсетілгендей 2 бананды да дәл осылай турап блендерімізге жайғастыратын боламыз. Міне осылай банандарымыздың барлығын турап болған соң, ендігі кезекте балмұздақтарымыздың екеуін де дәл осылай саламыз. Достар, дәл меніңгіндей балмұздақ қана емес, кез келген балмұздақтан жасауға болады, бірақ та маған осы балмұздақ қатты ұнағандықтан осысын таңдадым. Немесе пломбир, кейін бомба деген мороженое емес пе, солармен де күшті үйлеседі. Енді кезекте балмұздақтарымызды салып болған соң, 2 ас қасықпен сгущенкамызды салып, барлығын бір келкі болғанынша осылай блендермен езіп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бір келкі масса болды. Банандарымыз толық ерігеннен соң сүтімізді құйып, қайта блендерді қосамыз. Достар, мен описание бөліміне қанша литр сүт, қанша грамм қосқандарымның барлығын жазып кетемін, сол жақтан таба аласыздар. Достар, менің видеоларым сіздерге өз пайдасын тигізіп жатқан болса, арнама қосылып, міндетті түрде пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте оңай дайындалатын коктейліміз дайын. Дәмі деген енді керемет, балаларыңызға ұнауы анық. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Сара. Соңына дейін тамашалағандарыңызға үлкен рахмет. Арнамнан алыстамайыңыздар, подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Кездескенше!